келесі принципті айтады. Валя тамнун тастаксир. Сен міндетсінбе дейді. Қара. Міндетсіну деген қасиет сен бойында болмау керек дейді. Міндетсінбе, істеген ісіңді міндет қылма, көп істедім деп айтпа дейді. Қоғамдық коллективте болсын, үйдегі балалардың тәрбиесінде болсын, жаңа бір баланы жұмсап атқан кезде, неге мені жұмсай бересің деген сөзді айтпа дейді сен. Неге мен істей беру керекпін деген сөзді айтпа дейді ешқашан. Сені естімейтін болайық дейді бұл нәрсені атауына. Тастаксир, мен көп істеп қойдым ғой, мен істей берем ба деп міндетсінбе дейді. Міндет деген нәрсе Алла Тағалаға шүкірсіздікті білдіретін нәрсе, тәрбиесіздікті білдіретін нәрсе де ол. Көрдіңіз бе? Біріншіден сен егер бір қабілет бойыңда болса, сен бір жақсылық болса, ол жақсылықты саған берген Алла Тағала ғой. Көрдіңіз бе? Ол сол ғой саған сол жақсылықты үйреткен да. Сондықтан сіз міндетсінетін нәрсе, біз міндетсінетін нәрсе жоқ. Алла қаласа міндетсінеді әркімге. Иман берген үшін, жаңағы иманды бердім, не істедің деп та. Міндетсінбе, көп істеп жатырмын деп айтпа. Дүниенің жақсылығын көздеме дейді мүлде. Көрсі қандай? Мансап іздеп, тағы басқа нәрселер, бұл сенің тірлігің емес дейді. Бұндай істер саған тән емес дейді. Одан кейін, ертең болашақта пайғамбарымыз оларға ашық сөйлей бастаған кезде, ол жақтан пайғамбарымызға тас тиюі мүмкін. Немесе жаңағы бір нәрсе лақтырып жіберуі мүмкін біреу. Немесе біреу ауыр сөз айтып жіберуі мүмкін. Мысалы, болашақта олар жынды деген сөзді қосатын болды. Әртүрлі жаңағы көріпкел деген сөзді айтатын болды да, мысалы. Біреулер келіп тіпті ұрпақсыз деп те тіл тиіскен да, ол қиын сөзді да. Сол кездердің өзінде сен адам өзін жоғалтып алуы мүмкін да. Қашан жоғалтып алмайды адам өзін, егер Алланікі болса. Соқтан Алла Тағала ана нәрсені айтады. Вали роббика фасбир. Мен үшін сабыр ет дейді. Мысалы, мүмкін жайдан жай келді ол пайғамбарымызға жынды деді. Пайғамбарымыз лайықты емес еді ондай сөзді естуге да. Адам ойлауы да мүмкін. Не үшін сен маған үйтіп айтасың? Мен лайықты емеспін ғой деп айтуына да болатын сияқты да. Бірақ Алла Тағала нені айтып жатыр? Мен үшін дейді. Мен лайықтымын ғой дейді да, мен үшін сабыр етуіңе дейді. Көрдіңіз ғой? Раббың үшін сабыр ет. Раббыңмен бірге сабыр ет. Әрбір біреудің келіп сөйлеп тиіскен сөзіне бүйтіп қозғала берме. Сабырлы бол. Саған уахи, Құран түсіп жатыр. Құранның мінезі деген нәрселер. Осы айтылған нәрселердің барлығы пайғамбарымыз салсам жүрегі толық дайын. 100% істейді бұны. Түсінесіз бе? Пайғамбарымыз бірақ неге бұл нәрсені бізге де сөйлеп жатқаны, өйткені сендердің бойларында да осы қасиеттер болмайынша, сендер лайықты деңгейде Алланікі бола алмайсыңдар деп жатыр бізге. Ықыласты бола алмайсыңдар дейді. Алланы артық сүйем деген нәрселер бола алмайды. Кез келген уақытта бір күні сені бір шаршап қалған кезіңде міндетсініп кетсең, болды, сен таусылдың сол жерде. Сенің сол жерде деңгейің аяқталды. Біреу көп мансап беріп жатқан кезде, біреу көп бір конвет беріп жатқан кезде алып қойып жатсаң, болды, сен Алланікі емессің да. Сондықтан ата көрсетіп жатыр. Істің басында, өйткені мына сөзден кейін ертең ол кісі халыққа шығып сөйлей бастайды. Халыққа шығып Алланың сөзін жеткізген кезде мына принциптер бойында мықты болу керек. Ешкім оны сілкей алмайды. Алланікі да